Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al hudahu ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qadırlı, құрметті ағайын. Allah subhanahu wa ta'alaға сансыз шүкірлер болсын. Осындай ұлан байтақ жерімізді әлемде 9-шы орын. Дініміз әлемде 1-ші орын. Осындай жақсылықтарды қазақ халқына тартып өткен Алла Тағалаға сансыз шүкірлер болсын. Осы дүниеге келгеннен кейін Алланың алдындағы біздің парызымызды, міндетімізді өз сөзімен, өз ісімен үлгі бола білген сүйікті де пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға, оның отбасына, асхабына Алла Тағаланың сәлемі мен салауаты болсын. Қадірлі ағайын. Дүние бұл сынақ әлемі. Қуаныш пен қайғы, жылулық пен суықтық осы дүниеге тән нәрсе. Баршамызға белгілі болғандай, Аллаға сенудің, иман келтірудің көптеген шарттары бар. Әуелгі шарты Аллаға сену, періштелерге сену, кітаптарына сену, Алланың тарапынан келген пайғамбарларына сену, бұл дүниенің соңы болатындығына, яғни қиямет күніне сену, жақсылық пен жамандық Алладан екендігіне, яғни тағдырға сену, осы иманға сену болып есептеледі. Бүгінгі біздің қозғайын деп отырған тақырыбымыз да осы тағдыр мәселесі. Жақсылық пен жамандық бір Алладан деп жайбырақат жүріп, ештеңкені уайымдамай жүретін кісілер де бар. Бұл тағдыр мәселесін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кіруді, бұл жайында сұрақ қоюды тыйым салған. Себебі тағдыр мәселесі бұл Алланың біліміне қатысты, адамның емес. Адам соңына түссе, адасуы әбден мүмкін. Сол себептен кезіндегі қадарие, тағдырға мүлдем сенбейтін, жәбірие, осы тағдыр деген бұл мәжбүрлеу деп түсініп, кезінде ағымдар пайда болған. Біздің бұл тақырыпты қозғап отқандағы себебіміз болып жатқан жағдайға байланысты, жамағат тарапынан келген сұрақтарға байланысты. Жамандық пен жақсылық Алладан болса, адамның қолында болмаса, біз несіне жамандықтан қорғанамыз, несіне сауапты амалдар істейміз. Тағы бір келген сұрақ, жұқпалы ауру жоқ, жаман ырым жоқ деген хадистерге байланысты жамағаттың тарапынан сұрақ келген еді. Сол үшін, құрметті қадірлі жамағат, біз бүгінгі тақырыбымызды
тағдырға иман келтіру деп қойдық. Иә, адамның қашан өмірге келуі, өмірден өтуі, ер бала, қыз бала болуы, болмаса бақытты, бақытсыз болуы, бұл тағдырда жазылып қойған. Ешкім өзгерте алмайды. Мәжбүрлеп жазылып қойған емес. Алла біздің осы дүниеге келгеннен кейін, сол өлетін уақытымызға дейін қандай амалдарға жақын болып, қандай амалдардан алыс болатындығымызды біліп барып, Алла субханаху ва тағала осыны істеген, жазған. Мәжбүрлеп емес, білгені үшін. Сол себептен қадірлі құрметті жамағат, осы айтылған сөздерді тағы да ашықтайтын пайғамбарымыздың екінші бір сөздері бар. Құрандағы аяттарды ашып қарайтын болсақ та, сол аяттарды табуға болады. Жамандық пен жақсылық Алладан екендігіне кәміл сенеміз. Бірақ Ниса сүресінің 79 аятында Алла Тағала не дейді? وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Басыңызға келген барша жақсылықтың барлығы Алланың тарапынан. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِهِ. Ал басыңызға келген жамандық ол өзіңізден деп келеді. Және бір пайғамбарымыздың хадисінде садақа беру арқылы өмірлеріңізді ұзатыңыздар, жамандықтарыңызды қайтарыңыздар дейді. Демек, жоғарыда айтылған негізгі иманның шарттарына мынау хадис пен аяттар ашықтай түседі. Демек, тағдырды екі бөліп не істейміз? Қарастырамыз. Бір тағдыр бар, ол өзгермейді. Адамның таңдауы жүрмейді. Алланың қалауы ғана болады. Екінші бір тағдыр бар. Алланың қалауы жүреді, бірақ пенденің өзін істейді. Таңдау пендеге берілген. Міне сол себептен қадірлі құрметті жамағат, біздер осы 40 парыз деген әрбір пенденің бала кезімізде ата-анамыз бізге жаттатқан 40 парыз деген үлкен бір әрбір пенденің, әрбір адамның міндетті болған амалдары бар. Сол амалдардың ішінде жамандықтан тыйып, жақсылыққа шақыру деген үлкен бір кіріспе бар. Демек, жамандық пен жақсылық Алладан, бірақ таңдау құлдың қолында екендігін біз жоғарыда келтірген дәйектерден бір тұжырым шығаруға болады. Тіпті мынау қазіргі уақыттағы болып атқан төтенше жағдайға байланысты арнайы осы аурудың арнайы оқуын бітірген, осы маман иелерінің берген нұсқаулықтарына құлақ аспай жайбарақат жүрген кісілер бар. Жаңағы жоғарыдағы айтылып кеткен лә таяра деп, жаман ырым жоқ, лә адуа, жұқпалы ауру жоқ деген хадиске сүйеніп, бұл жердегі жұқпалы ауру, жаман ырымнан мақсат жоқ деген нәрсе, ол жұқпайды деген нәрсе емес, бұдан сақтану керек, сақтансаң ғана жұқпайды деген мағына шығатындығын жоғарыдағы дәйектерден аңғаруға болады, құрметті жамағат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманында пайғамбарымыз мынадай бір хадис жеткізеді бізге. Ауруды көрсеңдер, арыстанды көргендей қашыңдар дейді. Баршамызға белгілі мәлім бір оқиға,
Омар ибн Хаттаб радиаллаху анхумен бірге қатысты. Омар ибн Хаттабтың халифалығы дәуірінде Омар ибн Хаттаб радиаллаху ан жорыққа шығады әскерлерімен бірге. Қазіргі Рим. Сол сапарында Шам өлкесіне жақындаған уақытында сахабаларынан, қасындағы достарынан хабар келеді. Осындай жерде Әмуас есімді бір оба ауруы тарап жатыр екен деп. Омар ибн Хаттабты білесіздер, тірі кезінде 10 сахабаның бірі жұмақпен сүйіншіленген. Сол хабарды естігеннен кейін Омар ибн Хаттаб меккелік сахабаларды шақырды. Біздің бет алған жерімізде осындай оба ауруы тарап жатыр екен. Бұл оба ауруының кесерінен 25-30 мыңға жуық кісі қайтыс болады. Тарихта келеді осы. Сонда мұхаджирлер екіге бөлінеді. Меккелік сахабалар екіге бөлінеді. Біреуі біз қаншама шақырым келдік, жүріп келдік, уақыт қанша кетті, жақындап қалдық негізгі мәжемізге. Енді жақындап қалған уақытта артқа қайтып жүреміз ба деп, біреулері сапарымызды жалғастырамыз десе, біреуі жоқ, осы жерде тоқтайық, себебі біз діттеген межемізге жете алмай қалуымыз мүмкін, ол ауру бізге жұғуы мүмкін деп екіге бөлінеді. Содан Омар ибн Хаттаб мәдиналық сахабаларды шақырады. Мәдиналық сахабалардың да ойы осылай болады. Сонда Омар радиаллаху анху Мекке мұсылмандардың қолына өткеннен кейін исламды қабылдаған сахабаларды шақырып, сол кісілермен ақылдасады. Сонда ол кісілер Омар ибн Хаттабқа: «Я Омар, біз діттеген мәжемізге баратын болсақ, көптеген қауіп күтіп тұр. Бірінші, соғыс болғаннан кейін қаншама адамдардан айырылуымыз мүмкін. Ол соғысқа дейін осы жұқпалы ауру арқылы жолда ауырып, қаншама достарымыздан айырылуымыз мүмкін. Осы оба бұл мәңгі бақи болмайды ғой. Аз уақыт күтсек, бұл оба өзі жоқ болады, бітеді уақыты. Сол уақыт бітем дегенге дейін біз Мәдина қаласына қайтайық» дейді. Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху бүкіл әскеріне бұйрық береді: ертең таңертең таң намазынан кейін артқа қайтамыз деп. Сонда Убайда ибн Жаррах Омарға келіп: «Я Омар, сен Алланың басыңа, пешенеңе жазып қойған тағдырынан қашып жатсың ба?» деп сұрақ қойған уақытта Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху Убайда ибн Жаррахқа: «Я Убайда, мен Алланың жазып қойған мына тағдырынан басқа бір тағдырынан естеп бара жатырмын, қашып бара жатырмын, ауысып бара жатырмын» деп жауап қайтады. Міне осы Омардың да осы жерден сөзін аңғаратын болсақ, демек жаңағы айтылып кеткен дүниеге қашан келуі, қашан өтуі, жынысы, осы нәрселердің сыртындағы адам баласының күнделікті өмірде басына кездесетін оқиғаларда жамандық пен жақсылықтарды адамның өзінің қолында таңдау. Әлбетте Алладан екендігіне сенеміз, бірақ таңдау кімнің қолында? Адамның қолында. Құранда тағы бір аятта келтіреді ғой: «Инналлаха ла юғаййиру ма биқаумин хатта юғаййиру ма би анфусихим» дейді. Алла ешқандай қауымды өзгертпейді, олар өздері өзгеріске ұмтылмайынша дейді, өзгермейінше дейді. Сонда Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху Мәдина қаласына келген уақытта Абдурахман ибн Ауф, бұл сахабада көзі тірісінде Алла елшісі жұмақпен сүйіншілеп кеткен сахабалардың қатарынан.
Сол кісі Омар ибн Хаттабтың шешімін қолдап, «Я Омар» дейді, өте алғыр, дана шешім қабылдапсың. Алла елшісінің мына бір сөзін мен естіген едімін кезінде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Иза сами'тум бихи би ардин фала тақдиму». Егер алейхи бір жерде оба ауруын тарап атқанын естісеңдер, ол жерге бармаңдар. «Ва иза вақа би ардин ва антум биха фала тахруджу фираран мин». Ал егер сіздер тұрып жатқан жерден оба ауруы шығып жатса, онда ол жерден, ол аурудан қашып кетпеңдер деп Омар ибн Хаттабтың сөзін қолдайды. Сонда Омар радиаллаху анху қуанып қалады. Менің шешімім дұрыс болған екен, Алла елшісінің сөзі бар екен ғой деп жаңағы не істейді? Қуанған уақытта Усама ибн Зейдтен тағы да бір сүйінші бір хабар келеді. Осы мәтінде хадис келеді, бірақ аз-маз жерінде өзгерісі бар. «Ва иза сами'тумут таун» дейді. Егер жұқпалы ауруды тарап атқанын бір жерде естісеңіздер, «фәлә тәдхулуха», ол ауылға кірмеңіздер дейді. Міне, құрметті қадірлі жамағат, біздің мемлекетіміз тарапынан да қазіргі уақытта алынып жатқан барша сақтық шараларының барлығы міне кезіндегі 14,5 ғасырдан бұрын өмір сүрген кісілердің бүкіл шешімімен пара-пар келіп жатыр. Сол себептен қадірлі құрметті ағайын, арнайы мамандардың айтылып жатқан барша нұсқаулықтарының барлығын орындауға шақырамыз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы да осы індеттің келуіне байланысты біршама шешімдер қабылданды. Аптасына бір рет оқылатын жұма намазын осы індеттің басылып жоқ болғанына дейін тоқтата тұруымызды. 5 уақыт намаздың азаны мешіттерде айтылғанымен жамағатпен намаз оқуды. Жаназа намазына көптеп топталып келуді тек мәйіттің жақын туыстарының қатысуымен өткізуді. Бұлардың барлығын, осы айтылып кеткен дәлелдердің барлығын үңіліп қарайтын болсақ, құрметті жамағат, жалпы Алланың тарапынан келіп жатқан барша парыз міндеттердің ішіндегі ең жоғарғысы ол адам баласының денсаулығының сау болуы екен. Міне кешегіде осы дертке шалынған кісілердің, душар болған кісілердің, егер Алла ажалы жетіп, осы ауру арқылы емі табылмай қайтыс болатын болса, олардың жерлеу мәселесі де күнделікті адамдардың жерлеуінен бөлек екендігі де айтылды. Пәтуа шығарылды арнайы. Сол жаңағы дәрігерлердің айтылған нұсқаулықтардың барлығын мәйітті жуындыру арнайы орындарда жүзеге асатындығы жайында, кебіндеу мешіттер жақындар арқылы емес, сол дәрігерлердің қатысуымен іске асырылатын болып жатыр. Жаназа оқу тәртібі де өзгеріп жатыр. Бұлардың барлығы да біздің исламдан естеген, барлығы да бізге түсіндіріліп қойған. Міне қараңыз. وَيُرَخَّصُ أَيْ يُدْفِنَ فِي تَابُوتٍ. Негізі біздің дінімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай қабір қазылуы, қалай қабірге жерлеу мәселесі түбегейлі түсіндіріліп тастаған. Табытпен бізде көмілуге болмайды. Бірақ мына жерде қарасаңыз, сондай бір уақыттар болады дейді. Уайурахасу, ислам діні, шариғатымыз
рұқсат береді дейді. Не нәрсеге? Әй юдфина фи табут. Адамды сол табытымен көмуге рұқсат береді дейді. Инканатил арду надия әу рахва. Егер жер сулы, жұмсақ болатын болса, онда табытпен көмуге рұқсат береді дейді. Ал енді мынадай ауруға шалдығып, солай дүниеден қайтып жатқан кісілер, ол жаңағы ауру жұғу мүмкін деген үлкен қауіп болып тұр. Бұндай жағдайда да, құрметті қадірлі жамағат, міне біздің ғұламалар тарапынан шығып жатқан барша пәтуаның барлығы да осы шариғатымызға сай екендігін не істегіміз келеді, айтқымыз келеді. Қадірлі ағайын, орайлы сәтті пайдалана отырып, елімізде жарияланған төтенше жағдайларға байланысты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас муфтиі осы уақыт ішінде елімізде карантин жарияланған 2 қалаға арнайы қайырымдылық акциясын жариялаған болатын. Жүрек жылуы атты. Қостанай облысының барша имамдары, жамағаты, мешіт жанашырлы осы акцияға үн қосып, елордамызға 350 отбасыға азық-түлік, 350 бетперде жіберілді. Мемлекет басшысының жариялаған «Біз біргеміз» атты акциясына Қостанай облысының барша имамдары мен жамағаты, мешіт жанашырлары үн қосып, кешегі өткен аптада 600 отбасыға азық-түлік, 2740 отбасыға бетперде тарту етті. Сөз соңында кешегіде осы жоқпалы індеттің ошағы болған Ухань қаласының тұрғындары 18 минуттық видеоролик жария қылды. Сол видеороликті сол қаланың басшысы бүкіл халқына рахмет айтуда. Осындай қиын қыстау уақытта сол қаланың тұрғындары екіге бөлінген. Үлкен қариялар мен жас балалар үйден шықпай отырса, орта буын ағаларымыз бен апаларымыз, біреуі ине салатындары ине салумен, дәрі-дәрмек бере алатындары дәрі-дәрмек берумен, азық-түлік таратылатындары азық-түлік таратумен, жалпы мемлекет болып, халық болып бірлесіп, осы шараны іске асырып, соңы бұл індеттің түбегейлі жойды. Сол себептен бізде, құрметті қадірлі жамағат, үлкен қария кісілер, жас балалар үйде отырып, қолынан іс келетін кісілер қазіргі таңда сол дәрігерлерге, арнайы осы шараға бөлінген қызметкерлерге көмектесуге шақырамын. Сөз соңында, құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде айтқандай, «Ла дарара ва ла дирар» деді. Адам баласы жаңағы өз-өзіне зиян бермеу керек, және өзге қоғамдағы кісілерге не істемеу керек, зиян бермеу керек дейді. Сол себептен, қадірлі құрметті ағайын, Алла Тағала мынау басылған індеттің басын тез арада елімізден жоқ қылсын. Алла субханаху ва тағала осы дертке шалдыққандардың дертіне шипа берсін, денсаулықтары мықты болып, ауруынан айығып кетсін. Ал халқымызды Алла Тағала осы дерттен сақтап, сабырлықпен барша мамандардың айтылып жатқан нұсқаулықтарлығын толығымен орындап, Алла субханаху ва тағаладан дұға қылып, сабыр қылып күтсін.